Сәлеметсіздер ме, құрметті мен оқырмандарым. Менің каналыма қош келіпсіздер. Егер менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, лайк басып, кез келген комментарий тастап, подписаться кнопкасын басуға ұмытпаңыздар. Ал бүгін таңертең ертелетіп, күйеуім жұмыстан келгеннен кейін таңғы асымызды әдемілеп ішіп алып, далалыққа малымызға шықтық. Барлығыңызға белгілі, малымыз біздің жазда жайлауда болады. Бақташағай бағады, соған ақшасын төлейміз. Ал сол малдың ортасынан біз бір малымызды бүгін, бір өгізімізді ұстап әкеліп, сойуымыз қажет болатын. Күйеуіме қолғабыс болсын, артынан айдасып жүрсем де малды деп, бірге машинамен барған болатын. Бала-шағаның барлығы мініп алды. Бала-шағаның мінгені машинамен барғаны жақсы болды. Камераға түсіріп, міне сіздерге күшті видео түсіріп алдық. Сонымен не керек? Бұл өгіз өзі жуас өгіз болатын. Жатқан жерінен тек күйеуім құрықты салып қалып еді. Мүйізіне қадала қалды. Сөйтіп екеуміз жетектеп прицепке дейін әкелдік. Прицепке келді өгіз. Басын, алдыңғы аяғын жақсы мінгізіп алдық. Бірақ бұл өгіз жуас болғанымен өзі бір қырсық өгіз екен. Қанша етерсек те, қанша айдасақ та, қанша таяқпен ұрсақ та, тіпті артқы аяғын салар емес прицепке. Жолдасым екеуміз әбден әлектендік. Бар күш әрине жолдасыма түсті. Әрі итерді, бері жықты. Тіпті соңғы жағында байлап қойып, машинамен әрі жүріп, бері жүріп көріп еді. Олмен артқы екі аяғын салмай, әрі алға жүрсе алға жүреді, артқа жүрсе артқа жүреді. Бұл өгіздің соншалықты қырсықтығының белгісі болар. Сонымен не керек? Видеоның соңы аяқталмай қалды, бірақ ауызбен айтып жіберейін. Аяққа арқаның бір шетін байлап, тартып әкеліп, отағасым прицепке өгізді мінгізді. Аман-есен үйге әкеліп, ол өгізді түсіріп алдық. Қазір кешкісін өгізді сойып, түнде қалаға алып кетеміз. Бұл да біздің бейнетіміздің зейнеті болмақ. Бәлен жыл баққан өгізімізді сатып, керегімізге жаратамыз ақшасын. Малымыз көбейе берсін. Біз сияқты мал бағып, напақа тауып отырған халайық, малдарымыз көбейе берсін. Барлық көрсеші? Кіргін келіп баратса. Кіргін келіп баратса, қай жаққа?